Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осындай жылдам әрі тез дайындалатын түске басар дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Бізге ең алдымен қызып тұрған табаға сұйық майды құйып алу керек. Одан кейін майдың кішкене қызғанын күтеміз. Қызып тұрған майға фаршты салу керек. Менде фарш сиыр етінен және де орташа майлылықта. Табаның астындағы отты барынша қатты етіп қоямыз. Осылай біркелкі майға араласып кеткенше кішкене араластыру керек. Одан кейін бетін жауып қоямыз. Фарш пісіп жатқан кезде пияз, қызанақ, сарымсақ, болгар бұрышын алып, аршып, жақсылап жуып, одан кейін барлығын майдалап тураймыз. Осы кезде табанның астын өте жай басып қойыңыздар, өзі жақсылап пісе беру керек. Енді пісіп жатқан фарштың бетіне пиязды саламыз. Одан кейін барып мен бірденен дәмдеуіштерді салдым. Дәмдеуіштерде менде тұз, паприка, қара бұрыш және де базилик. Қалауларыңызша басқа да дәмдеуіштерді салсаңыздар болады. Осылай жақсылап араластырып, қайтадан бетін жауып, жай отта қойып қоямыз. Қалған көкөністерді майдалап турап шығу керек. Көкөністерді турап болғаннан кейін бірденнен осы фарштың бетіне салып, араластырып, бетін қайтадан жауып қойдым. Қызанақ пен болгар бұрышының суы тартылып, барлығы май ғана қалған кезде дайын болды деген сөз. Менде салмасы пісіп шығып қойды, қатты суыған жоқ. Бірденен мен осылай лаваштарды кесіп қойдым да, ішіне сала бердім. Осы лаваштарға астына противень немесе пешке салынатын зат керек. Менде осындай форма. Форманың диаметрі және де қандай болуы маңызды емес, тек лаваштарды осылай қойып шығамыз. Тура осы кезде пештеріңізді 180-200 градуста қыздырып қойыңыздар. Осы салмасының бетіне моцарелла сырын сеуіп шықтым. Сіздер қалаған сырларыңызды сепсеңіздер болады. Маңыздысы тек еритін болса болғаны. Осылай барлығына кішкенеден салып шығамыз. Көп-көптен салуға да болады. Әркімнің өз қалауынша. Мен орташа салдым барлығына. Енді осыны қызып тұрған пеште 180-200 градуста 5 минутқа дейінгі уақытта сыр ерігенше ғана пеште ұстаймыз. Міне түске басар дайын, өте дәмді әрі жылдам дайындалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер, және де тіркелуді ұмытпаңыздар. Инстаграм парақшамды да қалдыратын боламын. Ас болсын, сау болыңыздар.